қайырлы күн, еңбек асыл, білім зор, ғибратты мол, қадірменді оқырмандар. Биылғы жыл халқымыздың көрнекті қоғам қайраткері, кешегі Абай, Шоқан, Ыбырай салған ағартушылық демократтық бағытты ілгері жалғастырушы, ірі ғалым, көсемсөз шебері, әдебиет зерттеуші, тюрколог, дарынды ақын, аудармашы Ахмет Байтұрсынұлының туғанына 150 жыл. Ахмет Байтұрсынұлы қыры мен сыры мейлінші мол адам. Біріншіден, ол қазақ тілінің тұңғыш әліппесі мен оқулықтарын авторы. Соныдан салға жанашыл ағартушы. Ол жазған мектеп оқулықтары 1928 жылға дейін пайдаланып келді. Қазақ оқушыларының бірнеше буын сауатын Байтұрсынұлының әліпби биімен ашып, ана тілін Байтұрсынұлының тіл құралы арқылы оқып үйренді. Ахмет Байтұрсынұлы қазіргі Қостанай облысы Торғай қаласында Сарытөбек деген жерде ел арасында беделді кісі Шошақұлы Байтұрсын шаңырағында дүниеге келген. Әділетсіз өмірдің ұлы зары бала жүрегін 13-де жаралайды. Әкесі Байтұрсын мен оның інісі Ақтас ауылына келіп кедей шаруаның басына қамшы үйіре берген орыс оязының озбырлығына шыдамай, ояз бастығы полковник Яковлевтің басын жарып жібереді. Бұның арты дүние, мүлікті тартып алу, түрме, абақты. Сібірге 15 жылға жер аударылуға әкеп соғады. Ахметтің әкесі Байтұрсын өз руынан үкіметке арыз жазуға білім бар ешкімді таба алмаған. Сол уақытта оның Ахметке берген ақылы өтініші: балам, мен міне үкіметке арыз бере алмай, Сібірге айдалып кетіп бара жатырмын. Егер арыз берген болсам, үкіметтің бастығы берген уақытын азайтар ма еді, немесе мүлдем қысқартып тастар ма еді. Сол себепті қандай қиыншылыққа ұшарсан да, аш қалсан да, жаналаяқ жүрсен де, жататын орын болмаса да, қанша қорлық көрсен де оқы, тағы да айтатын тілегім оқы. Біздің үйде шешенің жанында маған хат жазатын балам болсын деген екен. Табиғатынан аса дарынды туған талапты бала Ахмет. Әуелі көзі қарақты адамдардан өз үйінде хат танып, артынан жақын жердегі ауыл мектебінен сауат ашады. Орынбордағы мұғалімдік мектеп оқып білім алады. 1 маусымнан бастап мұғалім болады. Ақтөбе, Қостанай, Қарқаралы атырабында бала оқытады. Өмір тіршілік күресіне араласады. Әділет үшін күреседі. Жуандарға, байларға қарсылық білдіреді. Патшаның ортаршылық саясатын айыптайды. 1901 жылдан бастап қолы бос кезде өзі ізденіп сан алуан кітаптар оқиды. Әдебиетпен айналысады. Оқу құралдарын жасайды. Өлең, жыр тудырады. Фольклор нұсқаларын жинайды. Ел ішіндегі жас, оқыған, еркі мінезді батыл ойшыл бедел атағы өсе бастайды. Ахмет Байтұрсынов қалдырған рухани мұраны толық игеріп, ол шыққан ұлттық идея биігінен көрінуіміз керек. Байтұрсыновшыл болу бүгінгі қазақ зиялысы алдында тұрған басты міндет екенін естен шығармағанымыз жөн. Ахмет атамыздың өзі айтқан: мойындағы борышты білу білім ісі, борышты төлеу адамшылық ісі.